Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының кезекті екінші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 8 наурыз сенбі күні Көкшетау қаласында жергілікті Оқжетпес Атырау командасын қабылдады. Бұл ойында жылдам гол салынды. Оны алаң иелері ойынның 6 минутында салған еді. Гол авторы Арсен Аширбековтың басын голға айналдырған Дәурен Жұмат. Көкшеліктер ойын жағынан басым болды, және соның нәтижесінде олар екінші таймның басында да гол соқты. Гол салып есепті еселеген Дамир Марат, ал оған Алияр Мұхаммед пас шығарған еді. Қонақтарда қарап қалмады. Олар ойынның 83 минутында гол салып есепті қысқартты. Гол авторы Атыраудың бразилиялық қорғаушысы Барбоза. Қорытынды есеп 2-1 Оқжетпестің лайықты жеңісі. Алматыдағы Хан Тәңір стадионында Талдықорғандық Жетісу Жезқазғандық Ұлытауды қабылдады. Бұл ойында салынған гол болмай командалар ұпай бөлісті. Астана аренада жеңіс командасымен кездескен қостанайлық Тобыл астаналықтарды жеңе алмады. Матч 0-0 есебімен тең аяқталды. Алматыдағы орталық стадионда жергілікті Қайрат командасы Шымкенттік Ордабасыны қабылдады. Әрине бұл ойында алаң иелері өткен маусымның чемпионы Қайрат басымырақ болды. Және олар 9 минутта есеп ашты. Бірінші голдың авторы Қайраттың грузиялық футболшысы Георгий Заря. Алыстан нағыз зеңбірекше тебетін Заряның ғажап голы болды. Толыққанды жұмыс атқару керек. 38 минутта Қайраттың бразилиялық сұрмергені Жоао Пауло шеберлігін танытып есепті еселеді. Жоао Пауло екінші голдың авторы атап, және әкімгі шабуылшының қазір Эльдер Сантанаға арнағанын көріп отырмыз. Жарақатынан тез айығып қатар бау. Тут голу хотелось повернуться. Вот, смотрим, что за Жоао Пауло сразу 4. Шығылғанға жұдырық демекші бірінші таймға қосылған қосымша уақытта Ордабасы ойыншысы өз айып алаңында тәртіп бұзып шымкенттіктердің қақпасына пенальти белгіленеді. Оны Георгий Заря сәтті орындап, матчта дубль рәсімдеді. 3-0 Қайрат командасы үздікке шығар алдында 3-ші голды соқты. Алматылық жанкүйерлердің жеңіліп қалған командалар да бар. Алдын ала көшуге де ерте. 73 минутта Ордабасы қорғаушысының қателігін пайдаланған алматылықтар есепті 4-0-ге жеткізді. 4-ші голдың авторы болып серб футболшысы Юг Станоев атанды. Пас қалдырды. 4-ші гол. Алаңға жаңа ғана қосылған Жоржиньо Станоев жұбап 4-ші гол авторы атанды.
Қорытынды есеп 4-0 Қайраттың әрі жеңісі. Ақтөбе қаласында жергілікті Ақтөбе мен Түркістандық Тұран командалары кездесті. Әрине бұл кездесуде Ақтөбе айқын фаворит болды және олар бірінші болып есепті де ашты. 29 минутта гол салып көзге түскен Ақтөбенің серб футболшысы Немanja Anđelković болды. Омаев екінші рет көтереді. Гол! Тамаша соққы және бұл жерде Омаев құртауында. Оған дейін 0-0 ойнағандығында тілге тиек еттік. Өте жақсы пас, апсайд жоқ. Немanja әуелеп келген допқа бірінші бас. Түркістандықтар беріле қоймады. Екінші таймның басында олар есепті теңестірді. Гол авторы Тұранның черногориялық футболшысы Горан Милойко. Горан Милойко сравнивает счет в этом противостоянии. Прямую передачу сделал Василий Совпель. Вот так вот. Стасевич, Совпель, Милойко. И счет становится 1-1. Ну что ж, вечер перестает быть томным, и теперь уже нужно Ақтөбе идти вообще километр вперед. Дегенмен алаң иелері матч соңында жеңісті жұлып кетті. 84 минутта жеңіс голын салған Еркебұлан Сейдахмет. Удар и гол! Нет, положение вне игры. Ой-ой-ой-ой-ой, Арман Эскуратов, понятно? Нет, все правильно, Арман Эскуратов, Булат Мусариевым разбирается верно и засчитывают этот мяч. Еркебулан Сейдахмет забивает. Вот резюме. Его подача. Дальше Дубе догоняет этот мяч. Передача пошла на Равию. И вот она передача. Передача на дальнюю штангу. Да, там Еркебулан Сейдахмет. Қорытынды есеп 2-1 Ақтөбенің жеңісі. Астана аренада семейлік Елімай Қызылордалық Қайсар командасын қабылдады. Отандық футболшылардан жасақталған Қайсар матч фавориті Елімайға біразға дейін берілмеді. Дегенмен семейліктер 62 минутта өз дегендеріне жетті. Ойындағы есепті Елімайдың ресейлік футболшысы Роман Тугарев ашты. Гол после кого-то в команде пополнения, так понимаю. Поздравляю. Сексен 89 минутта қарамта шабуылға шығып, Елімай есепті еселеді. Семейлік команданың екінші голын бельгиялық шабуылшы Плакка салды. Можно вернуть, сделать пас. И 2-0. 2-0. Елимай ставит точку в этом матче. После передачи от Свиридова смог отличиться. Нам показывает момент, когда передачу сделал Свиридов. После этого вместо того, чтобы вернуть, решил сам пробить. Қорытынды есеп 2-0 Елімайдың жеңісі. Екінші тур ойындарын Тобыл арена манежінде Қызылжар Астана матчы жапты. Елордалықтарды Қостанайда қабылдаған Петропавлдықтар класы жоғары қарсыласына лайықты қарсылық көрсете алмады. Ойынның 11-ші минутында хорват Марин Томасовтың бұрыштамадан көтерген добын Астананың нигериялық шабуылшысы Джеффри Чинеду баспен соғып голға айналдырды. Джеффри Чинедо баспен Вадим Петровтан айласын асырып кетті. Голға айналуына себепші болды. Бұл жерде енді Вадим Петров қанша жерден допқа секіргенмен қор барлығы қарап Ал 42-ші минутта қонақ команда есепті еселеді. Гол авторы Астананың албаниялық футболшысы Назми Грипши. Какой удар бильярдной точности, и албанский полузащитник закрепляет счет в пользу Астаны, все-таки забивает своего команду Григория Бабаяна. Продолжала и Грипши забивает свой 10-й гол в составе Астаны. При том, что присоединился в команде в прошлого года, сразу стал одним из лидеров атаки, лидеров креативной Астаны. Игрок плеймейкер, которого сейчас становится ставить на стол. Осыдан кейін матчта есеп өзгермеді. Астананың сенімді жеңісі. Енді назарларыңызға екінші тур ойындарынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз.
турнирлік кестенің басына 4 ұпайдан жинаған 4 алпауыт командамыз орналасты. Айта кететін жайт, 2 турдың қорытындысы бойынша чемпионатта 100%, яғни 6 ұпай жинаған команда жоқ. Және де ұпай ала алмаған команда да жоқ. Кесте соңындағы 4 команданың 4-інде де 1-1 ұпайдан бар. Сұрмергендер туралы айтатын болсақ, 2 футболшы қайраттық Георгий Заря мен атыраулық Барбоза 2 голдан нәтиже көрсеткен. Екеуі де 1 голдарын пенальтидан салған еді. Осымен футболдан 2025 жылғы Қазақстан чемпионатының 2-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. Чемпионаттың келесі 3-ші тур ойындары құрама командалар ойындарына байланысты 29 және 30 наурыз күндеріне жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.